Адамның денсаулығы жайлы айтқанда бізге көбінесе дұрыс тамақтану, дұрыс өмір сүру салты түседі. Бірақ мен әлемдегі нөмір бірінші нейробиолог, атақты ғалым Джо Диспензаның 2 тренингіне қатысып 4 кітабын оқып шыққаннан кейін, жалпы 20% жаңағы дұрыс тамақтану мен дұрыс өмір салты ұстану, ал 80% адамның мына миында, адамның психологиясында екеніне әбден көзім жетті. Сонымен меңгергеннен кейін өз денсаулығымды қолыма алдым, және де мыңдаған адамдарға көмектесіп жатырмын. Мысалы, бүкіл әлемнің медицинасын шамасы келмейтін псориаз ауруынан осы Диспензаның техникаларымен мен кісілерді емдеп жазып жатырмын. Содан басқа жүздеген аурулардан. Сіз мені таныдыңыз ба? Мен сіздің кемелденген тұлғамды қатысып псориаздан жазылған қызбын. Мен псориаздан жазылдым. Менің өмірім керемет өзгерді. Менің үйімдегі проблемалар болады, ол өзімен өзі шешілді. Адамның